Мобильді телефондар балаларға білім алуға, дамуға және қарым-қатынас жасауға көптеген мүмкіндіктер ашады. Балалар мобильді телефондарды пайдаланудың негізгі артықшылықтары білім беру ресурстары, коммуникация, шығармашылық және өзін-өзі көрсету мен ойын-сауық. Мобильді телефондар балалардың физикалық және психикалық денсаулығына айтарлықтай әсер етеді. Физикалық денсаулық, көру қабілеті. Ұзақ уақыт бойы экранға қарау көздің шаршауына, құрғауына және көрудің бұлдырлауына әкелуі мүмкін. Кейде көру қабілетінің күрделі бұзылуларына себеп болуы мүмкін. Дене қалпының бұзылуы. Мобильді телефондарды жиі пайдалану дұрыс емес қалыпқа әкеліп, арқада, мойында және иықта ауырсыну тудыруы мүмкін. Ұйқы. Ұйықтар алдында мобильді телефонды пайдалану табиғи ұйқы циклін бұзып, ұйқы сапасының төмендеуіне және ұйқы уақытының қысқаруына әкеледі. Психикалық денсаулық. Әлеуметтік оқшаулану. Виртуалды әлемге шамадан тыс ену шынайы әлеуметтік қарым-қатынастардың азаюына және оқшаулану сезіміне әкелуі мүмкін. Мазасыздық және депрессия. Әлеуметтік желілерде басқалармен салыстыру өзіне деген сенімсіздікті, қызғанышты және депрессияны күшейтуі мүмкін, әсіресе жасөспірімдер арасында. Тәуелділік. Мобильді телефонды бақылаусыз пайдалану оған тәуелділікке әкелуі мүмкін. Бұл психикалық денсаулық пен күнделікті өмір сапасына теріс әсер етеді. Теріс әсерді қалай азайтуға болады? Балалардың мобильді телефонды пайдалану уақытын, әсіресе ұйқы алдында шектеңіз. Көздің шаршауын және дене қалпының бұзылуын болдырмау үшін телефонды қолдану кезінде тұрақты үзілістер жасауды әдетке айналдырыңыз. Дене белсенділігі мен ашық ауада серуендеуге ынталандырыңыз. Балалармен шынайы қарым-қатынастың маңыздылығын талқылаңыз және олардың әлеуметтік желілерден тәуелсіз өзін-өзі бағалауын қолдау көрсетіңіз. Цифрлық детокс әзірлеңіз. Интернетпен байланысы жоқ әртүрлі белсенділікті енгізіңіз. Балалар интернетте қауіпті контентпен немесе жағымсыз жағдайлармен бетпе-бет келуі мүмкін. Оларға интернетте қауіпсіз әрекет ету ережелерін түсіндіріңіз. Жеке ақпаратты жарияламау және бейтаныс адамдармен сөйлеспеу маңыздылығын ерекше атап өтіңіз. Ата-аналық бақылау жүйесін және контент сүзгілерін қолданыңыз. Бұл балалардың жағымсыз материалдарға қол жеткізуін шектеуге көмектеседі. Мобильді телефондарды пайдалану ата-аналармен қарым-қатынастың бір бөлігі болуы тиіс. Ата-аналар балалармен бірге контентті талқылап, телефон қолдану уақытын бақылауға қатысуы керек. Шынайы қарым-қатынасқа және белсенді ойындарға ынталандырыңыз. Бұл балалардың әлеуметтік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Виртуалды әлемде өткізілетін уақытты шектеп, оның орнына спорттық, шығармашылық және отбасылық белсенділіктерді ұсыныңыз. Балаларды цифрлық сауаттылыққа үйрету олардың заманауи технологиялық әлемде табысты әрі қауіпсіз өмір сүруіне қажетті маңызды аспект. Цифрлық сауаттылық бұл технологиялар мен интернетті қауіпсіз, жауапты және тиімді пайдалану дағдыларының жиынтығы. Балалардың интеллектуалды дамуын ынталандыру үшін білім беру қосымшаларын қолданыңыз. Мобильді телефондар оқытуды тек тиімді ғана емес, сонымен қатар қызықты ете алатын кең ауқымды білім беру қосымшаларын ұсынады. Зерттеулер көрсеткенде ұйқы алдында мобильді телефонды пайдалану ұйқы сапасы мен ұзақтығына кері әсер етуі мүмкін. Экрандар шығаратын көк жарық мелатонин гормонының бөлінуін тежейді. Бұл ұйқыға кетуді қиындатып, ұйқының бұзылуына әкеледі. Соның салдарынан келесі күні жалпы әл-ауқат пен энергия деңгейіне әсер етеді. Сондықтан ұйқы алдында мобильді телефон қолдануды шектеу немесе тыйым салу маңызды. Мобильді телефондарды шамадан тыс пайдалану балалардың психологиялық әл-ауқатына әсер етуі мүмкін. Тәуелділік. Мобильді телефонға тәуелділік психиканың денсаулыққа, әлеуметтік қарым-қатынастарға және академиялық үлгерімге кері әсер етуі мүмкін. Әлеуметтік желілердегі салыстырулар өз өмірін басқалармен салыстыру, өзіне деген қанағаттанбаушылықты арттырып, мазасыздық пен депрессия қаупін күшейтуі мүмкін. Зейін қоюдың төмендеуі, тұрақты хабарламалар мен көп міндетті орындау қажеттілігі зейін қою қабілетін төмендетеді. Ата-аналар балаларға мобильді телефондарды қолдану бойынша қолдау көрсетіп, бағыт-бағдар беруі тиіс. Қауіпсіздік пен тепе-теңдікті сақтау үшін ережелер мен шектеулерді бірге талқылаңыз. Балаларды мобильді телефонды қолдануда өзін-өзі реттеуге үйрету, олардың технологияларға жауапты көзқарасын қалыптастырады.
Бұл олардың жеке дамуына, білім алуына және қарым-қатынасына оң әсер етеді. Балалардың мобильді телефондарды оңтайлы пайдалануы білім беру, қауіпсіздік және ойын-сауықтың теңгерімді үйлесімі арқылы қамтамасыз етіледі. Ата-аналар мен педагогтардың міндеті балаларды цифрлық кеңістікте қолдау және дұрыс бағыт беру, олардың тәжірибесін қауіпсіз әрі пайдалы ету.